Ассаламу алейкум қыздар, қалайсыздар? Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 23-ші сабағы. Бүгінгі біздің тақырыптар сәкта және тилауат сәждесі. Екі кішкентай тақырыпша. Қыздар, қараңыздар. Сәкта дегеніміз ол Құранды оқу барысында демалуды сәл кем үзе тұрып, аз ғана кідіріс жасау дегенді білдіреді. Яғни 1 секундтық тоқтау, иә? Сәкта дегеніміз Құранда көбінесе син әрпімен де келеді. Яғни син әрпі тұрса, мынада жоғарғы жағында, демек ол сәкта дегенді білдіреді. Демек 1 секунд тоқтап, ары қарай жалғастырамыз. Сәкта Құранда 4 жерде кездеседі. Кахф сүресінде, Ясин сүресінде, Қиямет, Мутаффифин сүрелерінде. Яғни осы 4 аятта ғана кездеседі, бітті. Басқа жерде сәкта жоқ, иә? Құран оқытқанда біз оны қалай білеміз? Құран оқып жатқан уақытта, егер мысалы мынаны жаттап алмаған болсаңыздар, егер осы сүрелерді оқып жатсаңыздар, син әрпімен келеді, немесе сондай бір өзінің белгісімен келеді. Уже білесіздер, ол жерде сәкта екенін және 1 секунд тоқтау керек екенін. Немесе жаттап алсаңыздар болады, мінекей Кахф, Ясин, Қиямет, Мутаффифин сүрелерінде сәкта кездеседі деп, иә? Оған мысал мен қазір сіздерге Құраннан көрсететін боламын. Иә, мінекей. Енді келесі тақырып бізде тилауат сәждесі. Тилауат сәждесі дегеніміз, Құран оқып отырған кісі арнайы аяттардың тұсына келгенде бірден сәжде жасауы міндетті. Яғни ол аяттар сәжде аяттары деп аталады, немесе басқаша тилауат сәждесі деп аталады. То есть Құранның мына 14 жерінде бізде сәжде аяттары бар. Мысалы, сіз Құран оқып отырсыз, Құран оқып отырған уақытта, мысалы, Ағраф сүресінің 206 аятына келдіңіз. Бұл жерде тилауат сәждесі бар, иә, мінекей жазылып тұр. Демек, сіз тұрасыз да тилауат сәждесін жасаймыз. Ол қалай жасалады? Сіз дәретті күйде, әурет жерлеріңіз жабық күйде Құран оқып отырасыз. Сәжде аяты бар жерге келген кезде тұрып, Аллаху акбар деп такбир алып, не істейсіз? Бірден сәждеге барасыз да, сәждедегі Субхана раббиял а'ля деген сөзіміз бар ғой, зікіріміз. Соны 3 рет айтасыздар. Содан кейін одан тұрғаннан кейін отырып, Сами'на ва ату'на, ғуфранака раббана ва илайкал масир. Мінекей мынау дұғаны. Мына жерінде қазақшасы тұр. Осыны айтып бітіресіздер. Осымен тилауат сәждесі орындалған болады. Тилауат сәждесін қалай білеміз? Ол мінекей мынау арнайы 14 сүре көрсетіліп тұр. Осы жерлерде бар, немесе Құранда, егер бұны жаттап алмасаңыздар, Құранда арнайы белгілермен белгіленеді тилауат сәждесі бар жерлер. Жақсы ма? Вот, тилауат сәждесі дегеніміз осы, мінекей. Қазір бұған да сіздерге Құраннан мысал келтіретін боламын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Міне қыздар, қараңыздар, жаңа сәктаға мысал келтірейін. Ясин сүресінде бар дедік, иә? Мінекей Ясин сүресін аштым. 52-ші аяты, мінекей 52-ші аятына қарасаңыздар, міне аяттың ортасында міне көрдіңіздер ме? Син әрпі тұр. Вот, осындай син әрпі келсе, Құранда аят, ол 4-ақ жерде келеді. Осындай син әрпі келсе, 1 секунд тоқтап, ары қарай кідіріп, ары қарай оқып кетесіздер. Осы мінекей сәкта деп аталады. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді тилауат сәждесі жасалатын жерлерді көрсетейін сізге. Так. Тилауат сәждесі бар аятты көрсетейін. Қараңыздар. Алақ сүресінде, иә, мысалы, жаңа 14 аятта бар дедік қой, сол 14 аяттың біреуі Алақ сүресінің 19-ші аятында. Мінекей қараңыздар. Міне, Алақ сүресінің 19-ші аятында бар. Міне, мына белгіні көріп тұрсыздар ма? Вот, осындай белгі тұрса, демек бұл сәжде аяты деген сөз. Осы аятты оқыған уақытта жаңағыдай сәжде жасайсыздар, иә? Құранда сәжде аяты бар жерлер мінекей осындай белгімен келеді, немесе басқа сүрелерде енді басқаша болуы мүмкін. Қарайсыздар, жақсы ма? Кейбір кітаптарда гүл секілді ма сондай болып келеді. Бірақ барлығында да қыздар Құранда подсказка болып тұрады. Сондықтан ешқандай қиналмаңыздар, иншалла.